Қарттар күні қарсаңында Рябинушка дәмханасында мерекелік қабылдау өтті. Алтын жастағы Риддер тұрғындарын қалалық мәслихат депутаты Галина Гильдерман мен кәсіпкерлер құттықтады. Қалыптасқан игі дәстүр бойынша қарияларға мерекені Галина Гильдерман мен Магомадов Бай Эли Саид ұйымдастырды. Құттықтауларға қоғамдық кеңес өкілдері мен кәсіпкерлер де қосылды. Олар меймандарға сыйлық сертификаттарын, тәтті сыйлықтар мен гүлдер табыс етті. Алғыс хаттарымен ескерді. Біріншіден, бүгінгі ұйымдастырылған мерекемізге келгендеріңізге рахмет айтамын. Екіншіден, қарттар күнімен құттықтаймын. Сіздерге зор денсаулық тілеймін. Ең бастысы, сіздерге деген назар көп болсын. Я бы хотел от всей души поздравить вас с этим праздником. Сіздерді осы мерекемен құттықтаймын. Зор денсаулық және жүректеріңізге жылу тілеймін. Мы подготовили для вас небольшой подарочек от нашей маленькой уютной студии красоты. Біздің шағын сұлулық студиямыздың атынан сыйлық дайындап қойдық. Сіздердің жастарыңызды, тәжірибелеріңізді біз құрметтейміз. Бүгін айтылған көп жылы лебіздерге қосыламыз және сіздерге жасайтын сыйлығымыз педикюр түрінде. Денсаулықтарыңызды күту қажет. Аға ұрпаққа көңіл мен қуанышты балалар сыйлады. Нөмірі 7-ші мамандандырылған мектеп-интернатының шығармашылық ұжымдары мен Каприз би театры үздік музыкалық және би нөмірлерін орындады. Қарттардың мерекелік қабылдауы жылы әрі көңілді өтті. Жиналғандар барлық егде жастағы риддерліктерге ұзақ жылдарға денсаулық тіледі.